30 мамырдан бастап қабылданады. Бұл туралы информбюро хабарланды. Биыл Астана жастарына 200-ге жуық тұрғын үй несие беріледі. 2023 жылы Елорда жастары тұрғын үй бағдарламасына өтініштер 30 мамырға 6 маусым аралығында қатысу.телефон.кезек сайтында қабылданады, деп хабарлады Отбасы банкі. Бағдарламаға Астанада тұратын жас мұғалімдер, дәрігерлер, журналистер, мәдениет саласының қызметкерлері, спортшылар, жоғары оқу орындарының ұстаздары мен ғылыми қызметкерлер, әлеуметтік сала мен коммуналдық қызмет қызметкерлері, полиция департаменті және тұрақты жағдайдың құрылғы қызметкерлері, сондай-ақ Астана қаласы бойынша тұрғын үй кезегіне тіркелген жетім балалар қатыса алады. Елорда жастары жобасы бойынша қарыз алушылардың жасы 35-тен аспауы тиіс. Аталмыш бағдарламаны жүзеге асыруға Астана қаласы әкімдігі 1,5 миллиард теңге, Отбасы банкі 1,5 миллиард теңге бөліп отыр. Бұл қаражат бағдарламаның 200-ге жуық қатысушысын несиелендіруге көмектеседі делінген Отбасы банкінің хабарламасында. Еске салақ, Елорда жастары қатысушыларына келесі талаптар қойылады. Өтініш берген уақытты қатысушының жасы 35-тен қоса алғанда аспауы тиіс. Қатысушының және онымен бірге тұратын отбасы мүшелерінің соңғы 1 жыл ішінде Астана қаласында үздіксіз тұрақты тіркеуі болуы қажет. Қатысушының Отбасы банкінде сатып алатын баспана құнының 10% мөлшеріндегі алғашқы жарнасы бар депозиті болуы тиіс. Салымның бар екендігі туралы анықтама немесе шот бойынша үзінді көшірме болуы тиіс. Соңғы 5 жыл ішінде бағдарламаға қатысушы немесе оның отбасы мүшелерінің Қазақстан Республикасы аумағында сатып алу құқымен жалдамалы тұрған үйі немесе меншік құқында тұрғын үйі болмауы тиіс. Қатысушының өтініш берген кезде кемінде соңғы 1 жыл ішінде Астана қаласында таңдалған саласында ресми жұмыс тәжірибесі болуы тиіс. Ол зейнетақы шотының үзінді көшірмесінен расталады. Отбасының бір мүшесіне шаққандағы соңғы 6 айдағы табыс 6 ең төменгі күнкөріс деңгейінде немесе 243.402 теңгеден аспауы тиіс. Зейнетақы жарналары, жеке табыс салығы және басқа да міндетті жарналарды қоспағанда. Бағдарламаға ерлі-зайыптылардың біреуі ғана қатыса алады.